Ал міне Ерболдың оқырмандары дөңгелек жөндеуге келдік. Докаткамен келдік. Докатка зимний болмайды, бұл летний болады, әшейін таблетка ғой. Жетіп алуға аман есен жетіп алдық оқушымен. Қазір мұнан бәрін реттеп орнына салатын боламыз. Келдік, шиномонтажға жасап жатырық. Мына номерді салып алып кетеміз. Сөйтіп егесін тауып алыңыз. Мына номердің бар ғой. Машинаның қалақ. Ол керек емес. Нөмірін алып қойсаңыз ол 09 Қарағанды дейді. Тауып алыңыз егесін. Иә, салып қойсаңыз. Машинаның дөңгелегін ауыстырып біттік. Оқушының мына датчик жанып қалды. Сары ол датчик давления в шинах. Ол кезде мына сет деген кнопканы стоп тұрастыр. 3 секунд, 4 секунд. Сосын мұнда датчик давления в шинах сохранено деп шығады. Одан кейін жанбау керек. Одан кейін жанса, бағана тесілген доңғалақты қайта тексереміз. Там же датчик загорелся же? Где? Ну, вот этот желтый, да, я нажал на него, вот сет, да, 3 секунды удержал, он сохранился. Если опять будет гореть, мы будем проверять, хорошо? Все, присаживайтесь. Так, все обратно положили, Аллах ашкар. Так, оп, бисмилля. Ал машинаны салдық, мінекей. Доңғалағы, как новенький дейді, Ал, не дейміз, Асел ханым, мы справились. Көрдіңіз бе? Өзіміз дөңгелекті докаткамен ауыстырып, жолдың қақ ортасында шиномонтажға аман есен келдік. Ал, ничего, бұл боевой крещение. Молодец.